Көптеген жылдар бойына мен жастармен жұмыс істеу мүмкіндігіне ие болдым. Және әрқашан олардың өмірлеріне мәсіх үшін ықпал етіп, жақсы жағына өзгертуді қаладым. Жылдар өте келе мен бір маңызды нәрсені түсіндім. Міне мына сызба нұсқада. Бұл бәрінен де өз балаларымды тәрбиелеуге көмектесті. Өмірлерін ақиқат пен құндылықтарға негіздей отыра, сонымен қатар радио, теледидар арналарына шығуда. Жасөспірімдерге дәріс беруге дайындалып жүргізуде көмектесті. Міне мына сызба нұсқаның маған бәрінен де қатты көмегі тиді. Бұл жерде пирамида орналасқан. Өздеріңіз көріп тұрғандай оның үстінде шағын пирамида бар. Бұл біздің мінез құлқымыз. Бар болғаны айсбергтің шыңы судан сәл ғана көрініп тұр. Ал ғаламат су асты бөлігі судың тұңғиығында көзден тасаланып тұр. Біздің мінез құлқымызды анықтайтын бұл айсбергтің көрінбейтін бөлігіне не жатады? Бұл біздің құндылықтарымыз. Маған жасөспірімдерді 5 минут бақылауға берсеңіздер, мен нақты дерліктей оларға ненің маңызды екенін айтып бере аламын. Ересектермен дәл солай, біздің құндылықтарымыз мінез құлқымызды бағыттайды. Бірақ мен біраз уақыт арпалысқан сұрақ мынадай еді. Ал құндылықтардың қалыптасуына қандай нәрсе ықпал етеді? Жауабы сызба нұсқаның 3-ші бөлігінде. Бұл біздің сенім нанымдарымыз. Біздің дүние танымымыз. Сіз дүние таным дегеніміз не деп сұрауыңыз мүмкін? Бұл сіздің әлемді қалай көретініңіз. Осы әлемдік тұрғыда қарайсыздар ма? Ғылыми тұрғыда ма? Сіз үшін жаңа үлгідегі діни ілімдер беделді ме? Немесе киелі кітап па? Есіңізде болсын, сіздің дүние танымыңыз, нанымыңыз, мінез құлқыңызды басқаратын құндылықтарыңызды қалыптастырады. Бірақ жасөспірімді сендіруге қандай нәрсе көндіретінін білесіз бе? Қане, бірге ойланып көрейік. Сіздің балаларыңыздың құтқарушыңызды білуге деген қызығушылығын не нәрсе оятады? Сіздің киелі жазбаңызды сүюге, сіздің құндылықтарыңызға сай өмір сүруге 15 жыл бойы мен жауабын таппай жүрдім. Міне әйтеуір 10 жыл бұрын менің көзім ашылғандай болды. Таба алмайсыздар. Сәбидің немесе жасөспірімнің түсінігінің негізінде не жатқанын білесіздер ме? Қарым-қатынас. Сіздер жетер, ең бастысы киелі рух дейлеріңіз мүмкін. Енді осындай аса руханилықтың қажеті жоқ. Әрине, ең бастысы киелі рух. Бірақ ол вакуумда әрекет етпейді ғой. Киелі рухтың құралы қандай? Қарым-қатынас. Тыңдаңыздар, өмірдің барлық саласында қарым-қатынас сенім нанымды қалыптастырады. Ол мінез құлқымызды бақылайтын құндылықтарымызға әсер етеді.